деген қазақ бауырлар сұрап жатады да. Америкаға барып жұмыс жасайтын болсақ, қысқа уақытқа барып, 1 жылға, жарты жылға барып жұмыс істеп қайту керек. Ең көп төленетін қандай саладағы жұмыс, қандай саланы істеп қайтсақ болады дейді. Сол қараңыздар да, бұл жерде, Америкада жалпы иммигранттар үшін тіл білмейтін, бір дипломсыз деге, сондай жұмыс, ең көп төленетін жұмыс ол қарапайым жұмыстардың ішінде такси менен трак айдау дальнобойщик. Екеуі, бірақ екеуіне андай документ жасату керек. Ол да келе салып, Қазақстаннан келе салып, орналаса алмайсың. Біріншіден, разрешение на работу, social security документтер көп, соны аласың. Сосын сол документтермен бар оқисың. Такси болса, таксидің оқуын оқиды кәдімгідей, Қазақстандағыдай емес, барып кіре салу, машина сатып алып деген, ондай емес. Оқиды, лицензия аласың, лицензияңды такси келіп қоясың деген. Сондай. И трак айдайтын болса да, дальнобойщик оған да сондай лицензия, экзамен тапсырады, как положено. Тапсырып алып жатады, болып жатады. Поэтому оған уақыт кетеді, жарты жыл, 1 жыл уақыт кетеді. Ал енді адамдар айтып жатады ғой, 1 жылға барып жұмыс жасап қайтқым келеді деп. Ондай болатын болса, ең көп төленетін жалақының жұмысы бұл стройка, строительствода. Жұмыс ауыр. Мысалы, Нью-Йоркта, Калифорнияда стройка көп болып жатады, жұмыс ауыр, бірақ ең көп төленетін жұмыс. Мысалы, посудомойщик болып, официант болып, посудомойщик болып ресторанға кіріп, ай сайын бір күніне төленеді ғой саған. Күніне $150 төленеді, 120, 130 сондай төленеді. Демаласың еще, сондай болатын болса, стройкада почти 2 есе табасың. Сол $10,000 дейін, егер мастер болатын болсаң, қолыңнан бір нәрсе келетін, электрик, там сантехник бәрін, үйдің бүкіл сантехникасын жүргізе аласың да. Қазақстандықымен дәл бірдей, ешқандай айырмашылығы жоқ. Вольтта Қазақстанда 220, бұл жерде 110 болатын болса, содан кейін сантиметрдің орнына инч деген бар, дюйм ғой, инч, дюйм дейді, метрдің орнына жаңағыдай не деген, фут, километрдің орнына майл, мысалы, сөйтіп есептейді да, сонда есептейтіні болмаса, оны тез үйрену болады. Қалған нәрсенің бәрі дәл сол Қазақстандікіндей. Бірақ сондай табуға болады. Стройкаға келетін болса, 1 жылдың ішінде жұмыс жасайтын болсаң, жақсы маман болатын болсаң, 1 жылда $100,000 табасың. $100,000 ол 50 миллион теңге дейін, примерно 45-50 миллион теңге дейін. Таза деп айтамын, шығындарды алып тастағанда шығын көп кетпейді, өмір сүретін болсаң. Ал енді стройка қолынан келмейді, ауыр көтере алмайтын, белің ауырады, басқа жерің ауыратын, ондай жұмыстарды істегің келмейді дейтін болсаң, примерно 1 жылдың ішінде бір $50-60 миллиондай, 20-30 миллиондай теңгемен тауып қайтасың. Сондай. Поэтому осындай жұмыстар бар, көп, өте көп, миллион адамдар, жұмысқа адамдар постоянно ізделіп жатады. Маман болатын болса өте жақсы, маман болмайтын болса көмекші болып үйреніп алуға болады. Сондай. Поэтому осындай видеороликтар каналымда қызық болатын болса, каналға жазылып қойыңыздар, анда лайк басып, каналға жазылып, комментировать етіп, достарыңмен бөлісіп. Сосын әрбір видеолардың астында описаниеде, комментарийде контакт нөмір бар. Қалай баруға болады Америка, Канадаға жұмысқа. Сол контакт нөмірлерін бәрін қалдырамын. Хабарласып, кеңес алып кетсеңдер болады.